309 telehikayesi. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım Rölderde Demet Özdemir, Furkan Palalı, bugünle sev. Davetsiz, Sumru Yavrucuk, davetsiz. Gökçe Özyöl, Jihan Erjan, İçimdeki aşk esir al. Özlem Tokaslan, Suat Sungur, Gülümse hadi kara Sevinç Erbulak, Beti Engin, kime niyetin. Fatma Toptaş, İrem Helvajoğlu, Beni bir yaz yağmur. Pelin Uluksar, Murat Tavlı, İçimdeki aşk esir alma. Jeren Taşça, Fatih Ayhan, Gülümse hadi Eda Özel, Ömrüm Nur Çamçakallı, kime niyetin. Ben kısmetin olmalıyım. Özlem Ulukan, Selin Şeşen, Bir yaz yağmur sevda. Jane Nurşim Demir. Bir yaz yağmur sevda. 309 telehikayesi. Deli bir yaz yağmuru sevda. Бұл жерде бір гәп бар. Тегін еместігі анық. Мына бей көкшелі аяқ киімді шешіп тастамасам, болашақта циркте жұмыс істеп кетермекем. Көп рахмет әпке. О не дегенің сіңілім? Ләле, мұны қашанға жасырып жүрмексің? Қашанға дейін созып жүрмексің сіңілім? Сен мұны айтуға тиессің. Ләле, айтуың керек. Бірнеше апта шыдай тұруым керек. Солай бола ма екен? Қашанға жасырасың? Ай, өзімде біліп едім. Бірдеңені жасырып жүргенін білгенмін. Неге кеуге шыққысы келмей қалды екен? Маңыздысы сол болып тұр. Бер қара, апамен сөйлесең қайтеді. Жағдайды түсіндірсеңші. Айтып берші, өтінемін айтып бер. Жоқ, мүмкіндігінше жасыра тұрғанымыз дұрыс шығар. Иә. Апа? Апа, не істеп тұрсың? Әпкелерінің әңгімесін тыңдап тұрсың ба? Мен бе тыңдап тұрған сен? Не деп тұрсың өзің? Мұның не қатысы бар? Әңгімесін тыңдап қайтем. Оның маған қажеті де жоқ. Әпкең маған өзі айтып береді. Өзі айтып береді. Солай емес пе, қызым? Не болғанын айтып бересің ғой. Қане? Апа, өтірік айтып қайтем, айтатын ештеңе де жоқ. Ештеңе де жоқ. Иә, айтатын ештеңе жоқ. Дегенмен жасырғандарың бар ғой. Мен әлгі нені алуым керек. Қалай еді әлгі? Әрине. Мен де барайын сіңілім. Кеше кетерде дайындап қойғанмын. Иә, соны алуым керек. Қастарына барайын. Бір жасырғандары бар екен анық. Менен жасыра алмайсыңдар. Мұны анықтай алмасам соңгүл болмай кетейін. Тыңдап тұрмын, Онур мырза. Алло, Нил, маған бір кофе әкеп берші. Қазір әкеп берем. Нил, Онур кабинетінде ме? Иә, жаңа ғана келді. Жанда ешкім жоқ па? Жоқ, Белинсу ханым. Жақсы, сонда мен кеттім. Қашан хабарлассам да желі бос емес. Кел. Өзіңді жақсы сезіне бастаған боларсың. Жақсы сезіне бастадым. Бірақ байқалмайды ғой. Түрің шаршаңқы, көңілсіз сияқтысың. Аздап басым ауырып тұр. Менің уқалап бергенімді қалайтын шығарсың. Керек жоқ, Белинсу. Қырсықпаш, қане, кел. Қане? Сен қатты шаршап жүрсің. Демалуың керек. Мүмкін бүгін кешке бір жаққа барып қайтармыз. Билеп, көңіл көтерейік. Керек жоқ, Белинсу.
жақсылап ұйықтап алсам болды. Қыздар әлі келмеген бе? Әпкелерің ауланың арт жағын дайындап жатыр ма? Иә, апа, олар әлі ауланың арт жағында. Онда мен қызыма өзінің сүйікті шайын дайындадым. Бәріміз бірге ішіп алайық. Соңғы рет қашан ішіп едік өзі? Қашан? Не боп қалды анашым? Сүйкімді балақайым менің, сұлу қызым менің. Жақында саған қалай қатал болған есіме түсіп кетті. Бұлай қалмағалы көп болды, солай емес пе, жаным? Апа, мұны есіңе түсіргеніңе қуаныштымын әрине. Онда маған неге ренжисің? Неге? Айтшы. Әпкеңнің тұрмысқа шығуы мұның бәрін ұмыттырып жібереді емес пе, жаным? Солай ғой. Көрде тұр, бүгінгі жағдайдан кейін олар үйлене алмайды. Солай ойлайсың ба, қызым? Білмеймін, енді әншейін айта салдым. Біздің өмірімізде үнемі бір жағдай болады ғой, сондықтан да айттым. Иә. Ай, жаным, бірақ ол жағдайларды реттейтін адам бар ғой. Көп жылдық тәжірибесі бар анаң, солай емес пе? Біз бар қиындықты жеңеміз. Саған ашығын айтайын, жаным. Әпкеңнің кеуге шыққысы келмейтін сияқты. Бұған не айтасың? Айтшы, жаным. Апа, менің бұған қатысты айтарым жоқ. Ештеңе білмеймін. Білмеймін. Әрине білмейсің, жаным. Егер білсең, әпкеңнің Онормен қарым-қатынасын үзгенін қалар ма едің? Жоқ, әрине, мұны қаламаймын. Екі жаққа кеткендер қаламайсың ғой. Жоқ, одан артық ешкім таппайды ғой. Оның үстіне жиенім де бар. Иә, ақылдым менің. Өзің қандай ақылдысың. Ал әпкең олай ойламайды. Өйткені әпкең ақмақ демеймін, тек ақылға салмайды. Ал сен әрдайым ақылға жүгінесің. Әпкем өте аңғал. Иә, аңғал. Дәл айттың. Не істеу керектігін білесің бе? Оның аңғалдығын ескеріп, не болып жатқанын анықтау керек. Алдын алу үшін дегенім ғой, қызым. Иә. Алдын алу керек. Сонда маған тыңшылық жаса деп тұрмысың, апа? Жоқ, жетпегені сол еді. Жаным менің. Жоқ, айтайын дегенім ол емес. Менің айтпағым мынау. Бұл өте маңызды мәселе. Әпкеңнің болашағы. Екеуі қош айтысса, әпкең баласын жалғыз өз тәрбиелеп жеткізе ме? Жақсы, апа, мен бір нәрсе білем. Бірақ әпкем саған айтып қойғанымды білсе, мені өлтіреді. Білмейді. Ант етейін, дәрігер Онормен жездем сөзге кеп қалыпты. Сосын жездем дәрігер Онорды бір қойған. Сен не деп отырсың? Солай дейсің бе, бұл қызғаныш емей немене? Әрине қызғаныш, өзім де біліп едім. Онор жездем әпкемді қатты қызғанды, ал әпкем әлі дәрігер Онорды жақтап жүр. Иә. Тіпті мына жағдайда да соны жақтады ма? Жігіттің қалай ұнжырғасы түскенін кім білсін? Ай, біліп едім, өзім де сезгенмін. Өз қолмен үйге кіргіздім емес пе? Несіне кіргіздім, ха? Қап. Анашым, сен қайдан білесің? Ол